Ассаламағалейкум, қадірлі Казспорт телеарнасының патша көңілді көрермендері. Сіздердің назарларыңызда көкпар бағдарламасы. Бұл көкпар 17-ші рет елімізде ұйымдастырылған ересектер арасындағы ел чемпионаты екенін айта кетейік. Бүгін алғашқы ойынды назарларыңызға ұсынып отырмыз. Сонымен бүгін алаңда өнер көрсететін қос команда Павлодар облысының құрама көкпар командасы мен Ақтөбе облысының құрама көкпар командалары өнер көрсететін болады. Міне, аспан көк түсте өнер көрсететін жігіттер павлодарлықтар, ал дәл қазір сіздердің назарларыңызда Ақтөбенің жігіттері келе жатыр. Сонымен міне қос командада келді. Бұл 17-ші еліміздегі чемпионаттың алғашқы көрсетілімі екенін тағы да айта кеткенді жөн санадық. Бұл чемпионатқа жалпы биылғы жылы қатысушылар көп, еліміздің 14 аймағынан келіп отыр. Сонымен әуелі павлодарлықтарды таныстырып кетейік. Павлодар облысының құрама көкпар командасы мына тізімде өнер көрсетеді. Бірінші нөмірде Нариман Ахметов, екінші нөмірде Дәурен Мажитов, үшінші нөмірде Бауыржан Ахметов, төртінші нөмірде Ержан Тошанов, Ерсұлтан Жандәулет, Жасұлан Жыңғылхан, Досжан Баязгалан және Ардақ Ахметов. Жалпы құрамада 8 жігіт өнер көрсетеді. Негізі 12 болуға тиісті, дегенмен де кейбір облыстарда осындай құраммен де өнер көрсететін құрамалар бар. Ал олардың қарсыластары Ақтөбе облысының құрама командасын Мағжан Ахетов бастайды бірінші нөмірде, екінші нөмірде Мейрамбек Алиев, үшінші нөмірде Самат Әбир, төртінші нөмірде Тимур Иманғалиев, бесінші нөмірде Нұрлан Додай, алтыншы нөмірде Башанов Шыңғыс, ал жетінші нөмірде Бейбарс Маратұлы, сегізде Тұрдыбай Шымболат, тоғызыншы нөмірде Сейділі Дәулет, 10-шы нөмірде Серік Мырзашев, 11-де Нұралы Бұздаев және 12-ші нөмірде Бердіғали Жәкішев. Ал бүгінгі ойынның ортадағы төрешісі, яғни бас төрешісі Бақытжан Төлеген, ал қапталдағы төрешілер Зиябек Жеткеров, Сидулла Жалелев және Ғани Нұржанов. Сонымен қазір ескі дәстүр бойынша қос команда бір-бірімен сәлемдесіп, сәттілік тілескен соң ойын басталатын болады. Ал құрметті көрермендер, дәл қазір осы орайда таныстыра кетейік. Біздің студиямыздың қонағы Қазақстан Республикасына еңбегі сіңген көкпардан әрине жаттықтырушы, еліміздің көкпардан 9 дүркін чемпионы және Әулиеата көкпар клубының директоры Нұрдәулет Момынов. Нұреке, қош келдің студиямызға. Рахмет, қош көрдік. Міне ойын басталды. Жалпы дәл осы чемпионат туралы әуелі бір-екі ауыз айтып кетсеңіз. Жалпы қанша командалар қатысты, қалай болды, бұрынғыдан не ерекшелігі бар дегендей? Енді бұл чемпионат кезекті жылда өтіп отқан чемпионат, бірақ дегенмен мынау біздің чемпионатымыз қазандыққа өтіп жүрген бірінші ересектер арасында жерге шауылып отқан, мәреге шауылып отқан бірінші чемпионат. Сонымен ерекшелем отыр енді. Алла ең бірінші сол қалай болады, енді ойын көрсетеді оны. Міне Ақтөбенің жігіттері бірден серкені тақымға басып, қазір 7-ші нөмірдегі Бейбарс Маратұлы басып келе жатыр. Және қазір мәреге жақындаған сәт павлодарлықтардың да қорғанысында анау айтқандай ақау жоқ. Қалай болар екен? Жоқ, бұл жерде серкені тастап кетті. Қазір командалық әріптестер алуға тиісті. Павлодардың жігіттері бөркі жерге түскенше серкеген кейбет, бірақ соңына дейін басып ала алмады. Енді мына Павлодар облысы біздің Жұмабек Мейрамғалиев дейтін ағамыз дайындаған команда кезінде жақсы өнер көрсетіп жүрген команданың бірі. Қазір мына Ақтөбе облысы. Міне алғашқы салымға да қол жеткізді ардақтағай. Нұралы Бұздаев алғашқы салымның авторы атанып отыр. Нұралы енді 1980 жыл туған шабандоз, астындағы тұлпары Тайбурыл, және Нұралының туған жері Жамбыл облысы,
Дұрыс айтасың, Қайырхан. Мынау Нұралы біздің Жамбыл облысы Жуалы ауданының тумасы. Осы Ақтөбе облысына биылдан бастап өнер көрсетіп отыр. Жақсы нәтиже көрсетіп отыр. Нұралы Әулет Атаның сапында өнер көрсеткен жоқ па? Жоқ, бұл жерде Әулет Атаның сапында кезінде жастар арасында осы Абир Самат, Маратұлы Бейбарыс, осы екеуі шабандоз Әулет Ата сапында жастар арасында ел чемпионы атанған олғандар. Енді ол бізде қазір құрамада орын болмағандықтан осы Ақтөбеге шауып, кішкене өздерінің ары шеберліктерін шыңдап жатқан жағдайы бар. Түсінікті. Енді өзіңіз жақсы білесіз, Нұреке. Оңтүстік Қазақстан облысының және Жамбыл облысының көп балуандары еліміздің басқа аймақтарында, Батыста, Нарын Көкпар командасында, Маңғыстаудың Адай Атасында, осы Ақтөбеде, сонымен қатар Алматы облысында да өнер көрсетіп жүр. Мұндай жалпы өзге облыстың көкпаршыларының осы басқа облыстарда өнер көрсетуі қаншалықты дұрыс деп ойлайсыз? Әрине, бұл енді Оңтүстік Қазақстан болсын, Жамбыл облысы болсын, бұл жерде екі облысында шабандозбен өте көп шабандоз ғой ол жақта. Бәрі бірдей, ол бір облыста 12 ғана шабандозға орын берілгендіктен оларда мүмкіндік болмайды. Сөйтіп осы басқа облыстарда кішкене шауып, шыңдалып шапқан дұрыс деп ойлаймын, өйткені ол ешқандай несі жоқ. Сол біздің жаңағы облыстан барған шабандоздар сол облыстың шабандоздарын үйретеді бір жағы. Тақымға басуды, жерден ілуді, әрі ойыншы болса, әрі жаттықтырушы болып, біраз нәрсені, көп нәрсені үйренеді ол біз жақтан барған шабандоздарды. Сол себептен ол мен ойымша дұрыс, шапқандары дұрыс. Қай облысқа барса да өнер көрсеткен дұрыс деп ойлаймын. Енді бұған дейін кезінде сол облыстың азаматы болуға тиісті еді командада өнер көрсету үшін. Қазір ондай дүниені алып тастады. Бұның қаншалықты әсері болуы мүмкін? Бұның әсері өте дұрыс. Өйткені бізде сол жаңа неге кеп шектелетін, жаңағы сол облысқа тіркелу. Қазір енді жылдың басында 18 спортшымен тапсырыс береді, сол 18 спортшымен ғана, соның ішінен ғана таңдап алып өнер көрсетесіз. Ол өте дұрыс болды бір жағынан. Басқа облыстарында міндетті емес тіркеуге. Енді сол 18 спортшының ішінен енді 12 спортшы таңдап алып меніңше оңай деп ойлаймын. Сол басқа облыстардың спортшыларын қосуға мүмкіндігі бар. Әрине, бұл біздің жарыққа шыға алмай жүрген кейбір спортшылардың өзге облыстарда бақтары жанып, айтулы палуандар болуына үлкен септігін тигізеді ғой. Өйткені жалпы көкпар бүкіл түркі жұртына ортақ болғаннан кейін біздің елімізде ерекше дамығанда әрбір жанкүйердің көңіліндегі дүние деп ойлаймыз. Жалпы осы чемпионатта өзіңіз төрешілік қызмет атқардыңыз. Бүгінгі таңдағы төрешілердің деңгейі қалай жалпы көкпардағы? Енді өздеріңіз көріп отырсыздар, қазір мынау осы чемпионатта ортаға 2 төрешімен атқардық. Бақытжан және мен. Жалпы төрешілердің деңгейін енді көтеру керек. Облыстардан мықты-мықты төрешілер дайындау керек. Келешекте мынау бұрын ойнаған ойыншылардан шығаруымыз керек төрешін. Қазір енді кезінде ойнаған Ақылбай Манкеев қазір енді жаттықтырушы қызметін атқарып жүр. Одан да Ақылбайдан да керемет төреші шығады. Қай-қайсысын алсаң да бұның шабандоздарын төрешілікке дайын. Сол енді олардың біразы мойынсұнбай жүр бір жағы төрешілікке келуге. Әрі дегенмен келу керек. Қай-қайсына болса да келу керек. Сөйтіп сол мықты шабандоздардан ішінен ғана төреші шығады жақсы деп ойлаймын. Өте дұрыс айтасыз. Енді жалпы кез келген спорт түрінде осы төрешілердің сапасын жақсартпайынша ойынның да сапасы әлсірей беретін түсінікті жағдай. Сондықтан
Бұл қазіргі көкпаршылардың, ойыншылардың және жанкүйерлердің жанайқайы десек те болады қазір таңмен төрешілер мәселесі. Көшіре түзіледі ғой десек те. Біз алдағы уақытта өзіңіз сияқты, жаңа Ақылбай Манкеев сияқты, Бақытжан сияқты мықты төрешілердің қатарын әрине көргіміз келеді. Қазір құрметті көрермен, ортада жекпе-жек сайысы. Мағжан Ахетов, ақтөбелік палуан, қазір серкеге еңкейіп жерден көтеріп жатқанына куә болып отырмыз. Ал оның қарсыласы 5-ші нөмірдегі Ерсұлтан Жандәулет. Міне қауын дода басталды. Мағжан Ахетов қазір серкені басып шықты. Мағжан Ахетов тастауға ұмтылған кезде жаңа оны Бауыржан Ахметов тосқауылдап қалған болатын. Мінекей мәреге жақындаған сәт, қараңыздаршы қалай тармысып мәреге жақындатпауға тырысып жатқан павлодарлықтарды көріп отырмыз. Бірақ Мағжан Ахетовты тақымына серке тисе, мәреге қарай ерекше бір қарқынмен шабатын палуан, және бұл тамаша салым, ардақты ағайындар. Мағжан Ахетов, міне сіздердің назарларыңызда 1994 жылы туған шабандоз Мағжан, астындағы тұлпары Мираж. Осы Ақтөбенің ең белгілі аттарының бірі ғой. Ақтөбеден шыққан ең мықты палуандардың бірі Мағжан Ахетов десек, ең мықты аттардың бірі осы Миражды да қателеспей айтатын шығармыз. Дұрыс айтасың. Мағжан енді Ақтөбенің облыс үшін жастайынан ойнап жатқан жас шабандоз, жас кезінен танимыз. Жастар арасында, жасөспірімдер арасында шапқан, қазір міне ересектер арасында өнер көрсетіп отыр. Жанкешті шабандоздың бірі, мықты жаңағы қайтпай ойнайтын, соңына дейін ойнайтын, небір керемет салымдардың куәгері болғанбыз кезінде Мағжан. Қазір енді мынау қазандыққа қарағанда көп, мынау жерге шабу өте жеңіл. Қазір мынау серкені қазір көріп отырсыздар. Қазандыққа тастаудың өзі оңай емес, уже жерде созылып қалған екен. Мынау жер енді ыңғайлы. Қазір тақыммен барды да Мағжан әдемі ойнатып сала салды. Қазандыққа қарағанда көп жеңілдігі бар мынау жерге шабудың. Ақтөбенің жігіттері міне тағы да серкені тақымға басты. Маратұлы Бейбарыс сіздің қолыңыздан шыққан палуандардың бірі. Әрине, енді бұл Маратұлы Бейбарыс бізде жаңа жастар арасында. Тамаша салым, қараңызшы. Міне бұл жерде көрініп тұр, Ақтөбе облысы тиянақты дайындалып келген, аттарында жақсы дайындап келген екен. Басы жұмсақ, әдемі қашқараттардан жинаған екен. Бейбарыс енді қымбатты көрермендер, 1994 жылы туған шабандоз, астындағы аты Тоғыздық. Бұны әрине өздеріңізге таныстыру міндетті. Әңгімемізді ары қарай жалғастырайық, Нұреке. Өзі қалай сіздің әулиетаның сапында жастар арасында өнер көрсетіп жүргенде қалай өнер көрсетіп еді? Өзін қалай көрсетіп еді бұл палуан? Өте жақсы шапты. Бізде сол Орал қаласында өткен жастар чемпионаты, жастар біріншілігінде біз сол жерде екінші орын алдық. Сол жерде Маратұлы Бейбарыс өте салымды шабандоздардың бірі болды. Мынау Жуалы ауданында жаппай көкпарда да жақсы өнерін көрсетіп жүр бұл жігіт. Енді жаңа айтып кеттім ғой, енді бұл мынау кезінде мысалы Бақтыбай Шырымқұловтың өзі оңтүстік Қазақстан облысына Қостанайда ойнап жүріп көзге түскен. Содан оңтүстік Қазақстанға ойнап, қазіргі таңда капитандық қызмет атқарып жүр. Бұл әлде мысалы қазір осындайда жақсы өнер көрсетіп, жақсы ысылған баланы кез келген уақытта облыс намысын қорғауға дайын деп ойлаймын. Енді әркім кім болса да өзінің облысына, өзінің жеріне шапқанға мақтан тұтынады ғой. Дұрыс айтасыз. Енді алдағы уақытта оны көре жатармыз дейсіз? Алдағы уақытта оны уақыт көрсетеді. Енді Әулиеата, Құлагер, көкпар командалары жақсы шабандоздарға кенде клубтар емес қой. Сондықтан мұндай жігіттер алдағы уақытта тағы да өз-өзін ерекше көрсетіп жатса, бәлкім Әулиетаның сапында да өнер көрсетіп қалуы мүмкін. Енді Әулиетаның сапында кезінде шапқан, әлде шабуға дайын деп ойлаймын. Сонымен жекпе-жек сайысы тағы да Мағжан Ахетов міне сіздердің назарларыңызда. Оның қарсыласы Бауыржан Ахметов. Мағжан, қараңыздаршы, қалай тамаша іліп кетті. Енді Мағжан жаңа сол жағына іліп басып салып еді, енді бұл жолы оң жағына іліп басты. Жақсы, екі жағына бірдей еңкейіп, тақымында әбден ысылып төселген шабандозға болды. Мағжанның кішкентай кезінен білеміз ғой оны.
Атты қалай басқарады? Мағжан осы біздің Жуалы ауданына келіп оқу жаттығу жиын осы Жуалды өткізді. Сол кезде жаппай көкпарларда жақсы өз-өзін көрсетті. Сол бір жағы көкпар Міне жекеділі. Командалық әріптесінің де ерекше көмегі болған сияқты. Анау ұстап тұрған шабандоз әдемі бөле бірді. Бұл енді көрініп тұр, Ақтөбенің тиянақты дайындалған осыған жарысқа деген. Міне қайталап көрінісі керемет салымның. Бұл жерде енді Мағжан Ахетов өзінің шынымен де Нұрдәулет Момынов айтпақша шеберлігін жақсы дайындалып келгенін көрсетті. Осы Жамбыл облысында біраз оқу жаттығу жиынның пайдасы да болған шығар. Қалай атын ойнатып жатыр қазір? Мираж екеуі баяғыдан бірге шабады ғой, десек те өте бір-бірін түсінетіндерін көрсетіп жатыр. Сонымен қадірлі телекөрермендер, есеп 4-0 Ақтөбе облысының командасы алда. Расымен де осы ел біріншілігіне бейжай қарамай келгендері көрініп тұр. Павлодарлықтарда жаман емес. Десек те міне ақтөбеліктердің кезекті шабуылы және қабая өтіп кетті. Осы жерде ары қарай жалғастыра беруге болады ойын. Әрине, мынау енді алаң шеңберінің сыртында жатыр. Бір жерде төреші тоқтатпайды. Еңкейіп алып, ішіне саласса болады. Бұл енді мынау 3 метрлікке шеңберге тастаудың өзі де қиын екен. Біз жаттығу кезінде біраз жаңағыдай домалап шығып кетеді. Жетпей қалады. Сол себептен қазір мына жерде қатты екпіндеп келіп тастаған кезде сәл ертерек тастау керек пе мынау. Соның бәрін есептеу өте қиын екен. Былайша оңай сияқты бар. Іліп алып таси салам деген. Бірақ аттың екпінін есептеу керек еді. Салым салғанда. Болмаса иіріп тастап, артқара иіріп тастап, сондай бір нелері көп енді. Бұрап тастап деген сияқты. Кезінде Нұреке, жалпы Қазақстанға ең алғаш булитті алып келген өзіңіз едіңіз. Елдің бәрі таң қалып, мұнандай да тастастар болады екен деп, бір адамның үстінен тастаған кездеріңізде есінде жанкүйерлердің. Бұған да бір ерекше бір тастайтын әдіс-тәсілдер ойланып жүрген жоқсыз ба қазір? Жоқ, енді біз булитқа дейін осы жерге шауып жүрдік қой. Бізде жалпы мынау көршілес Талас облысы Қырғызстанда. Осындай шапанға шабады 7-7-ден шығып. Сол жерде де мысалға қырғыздарда бір қамшы деп қояды, сол бір қамшыға жетпесе санамайды. Сол себептен тура тастауға тырысамыз. Енді ең бастысы бұл жерде аттың екпінін есептеу керек. Жаңағы көрдіңіз ғой, тастады, сәл кеш тастап қойды. Соны ертерек тастағанда тура ортасына домалап түсетін еді. Негізі әдіс-тәсіл көп дейсіз ғой оны? Иә, сол кішкене ертерек тастап, жаңағыдай салбыратып тастап деген сияқты жерге тигізіп барып, мойнын тигізіп. Міне қазір сіздің осы Әулиеатаның шеберханасынан шыққан тағы бір палуан Самат Әбиір қазір жекпе-жекте өнер көрсетті және қалай қарсыласын қапыда қалдырып жүріп кетті дегенмен Серкен тақымға басып үлгере алмай қалған сияқты. Самат Әбиір енді алғаш боп осы Ақтөбеден көзге көрінді. Ақтөбедің жаңа жастар командасында жақсы өнер көрсетіп жүріп, кейін оны біз осы өзіміздің Жамбыл облысының Жуалының тумасы екен, атақты шабандоз жаңа Кемелханның ұлы екенін біліп, сонымен соңғы жылы жаңағы жастар арасында өнер көрсететін соңғы жылы болды ғой. Сол кезде біз оны өзіміздің облысқа шабуға көндіріп, сол бір жыл біздің соңғы жылын сол Алматы облысында өткен жарыста бізге шауып қалды. Міне тағы бір салымның куәсі болды. Иә, мынау енді әдемі тастады. Шымболат Тұрдыбай бұл салымның авторы, ардақты ағайындар. 1995 жыл туған шабандоз. Оразбай деп қойған екен астында. Оразбай деген кісіден сатып алған ба? Сондай болу керек сол. Негізі сол аттың егесіне қарап қойыла салады ғой аттың көбінесе лақап аты. Міне бірінші кезеңде аяқталды. Бірінші кезеңде Ақтөбенің құрама командасы 5-0 есебімен алға шықты. Міне бірінші кезеңдегі салымдардың қайталап көрінісі. Екінші кезеңде
Павлодарлықтар салым салыла ма, қандай қызықтар күтіп тұр, оны сәлден кейін бірге көреміз, құрметті көрермен. Арнамызға енді ғана қосылған көрермендер болса, баршаларыңызға да айта кетейік, бұл көкпар бағдарламасы, және бұл көкпар ересектер арасындағы Алматы қаласында өткен 17-ші ел біріншілігі. Және соның алғашқы көрсетілімін шымылдығын түріп отырған Ақтөбе облысының көкпар командасы мен Павлодар облысының көкпар командасының арасындағы ойын. Бірінші кезеңнің қорытындысы бойынша 5-0 есебімен ақтөбеліктер алда. Ендігі бәсекенің тәрізі қалай болады, оны өздеріңізде көріп бастадыңыздар. Міне 6-шы нөмірдегі Шыңғыс Бошанов бастады, және бұл салым. Төрешінің шешімін күтейік сонда да. Иә, Бақытжан Төлеген салым екенін айтты. Шыңғыс Бошанов, ардақты ағайындар, сіздердің назарларыңызда 1998 жыл туған, 19 жастағы өте жас балуан, Торы Чим дейтін тұлпармен қазір тамаша салымға қол жеткізіп отыр. Павлодарлықтар бұл жерде ештеңе істей алмай қалған сияқты қорғаныста. Иә, Павлодар облысы мынау 8 ойыншымен де келе саған екен. Ойыншылардың өзі сапы толық емес. Кезінде сол жаңағы Жұмабек Мейрамғалиев ағамыздың дайындаған командасы бұл жол тенақты дайындалмаған сияқты. Қазір мынау еңкейіп атқан, шауып атқан серкелер бұларға ауырлық қылып атқан сияқты. Еңкейіп ұстап көтеріле алмай жатыр. Мынау Ақтөбе облысының шабуылшылары оны ауырлап атқан жоқ, мүлдем. Еңкейген алып жатыр. Ілгіш балдары көп екен. Енді Павлодар енді кезінде жақсы өнер көрсетті. Небір аттарды, жақсы аттарды дайындаған. Қазір мынау Адай ата командасында шауып жүрген Ақбозат, кезінде осы Павлодар облысынан шыққан, жекпе-жекке де шығатын, қорғаушыда қызметін атқаратын. Енді біраз қол үзіп қалды, бұлар жаттықтырушылар кішкене дұрыс дайындамаған ба. Енді келешекте жөндейтін шығар бұны. Мерде енді қазір мына ойынға ілгіш шабандоз көп керек сияқты. Көбісі ілемей жатыр, ілгені ұстап көтерілмей жатыр. Бұрын жалпы Қазандықта өнер көрсеткен кезде көп командалар қорғанысқа көп дайындалады, және қарымта шабуылға. Сол қорғаныстан жұлып алып серкені қайтадан қапыда қалдырып кетіп деген сияқты. Қазір көп ойыншылар шабуылды өнер көрсетуге тиісті. Шабуылшы. Қорғаушылар мүлде қазір керек болмаған сияқты. Тек қана шабуылшы әрі еңкейгіш, ілгіш екі жағына бірдей тұрса, сол шабандоз қазір өте құнды шабандоз болып тұр, былайша айтқанда. Міне Темірхан Иманғалиев, Ақтөбенің палуаны, сіздердің назарларыңызда. Қалай тамаша ілді серкені. Бірақ міне жеке дара шығып кеткен тақымға басып, мәреге қарай шаба жөнелуге тиісті. Тізгінді қалай бұрды? Темірханда енді әбден білегін күші мықты екен, серкені бір жерден сілкіп жұлып алып. Міне тамаша сал. Өте керемет. Қай кезде тастау керек екенін, қалай тастау керек екенін бәрін әбден жаттығуда көрген палуан екенін көрді. Дұрыс, есептеген бәрін. Мен Темірхан Иманғалиевті ардақты ағайын таныстыра кетейік. 1986 жылы туған шабандоз, астындағы тұлпарын Аргон деп атапты. Жалпы өзіңіз көкпаршылықтан, жаттықтырушылықтан, директорлық қызметтен бөлек негізгі мамандықтарыңыз қанға біткен мамандық десек те болатын шығар, ол атбегілік. Осы атбегілердің көкейінде және осы көкпардың жанкүйерлерінің көкейінде осы аттың есіміне байланысты көп сұрақтар туындайды. Кейде осындай Аргон, Мираж, Торы Чим деген сияқты аттарды естіген кезде шіркін-ай, қазақтың баяғы Тайбурылы қайда екен, құлагері қайда екен деп армандап отыратын кездер болады. Осыған қалай қарайсыздар екен? Әрине ол лақап атын қазақша қойғанға не жетсін? Енді анау әттеңімде өтіп кетті. Бізге енді жалпы енді соны өзің айтпашы, қазақша қоюға, не ғылым қазақша қоюға тырысу керек. Бізде енді
мынау өздеріңізге танымал лазер деген сәйгүлігіміз бар. Оның да мысалға біз Қырғызстан салым саналған сияқты ғой, салымды мына кім Шыңғыс Бошанов жетпей өтіп кеткен салымды іліп алып қайдан тастап кетті? Қайта тастады. Бұл да бір тактика. Шыңғыс Бошан. Екпіндетіп кеп тастаған кезде Шыңғыс Бошан бұны әдемі пайдалана білді. Бұл да жаңағы жаттығу кезінде айтылады ғой. Сен мысалға артында қал, жетпей қалған кезде сен тұр, жаңа соны саласың деген сияқты. Көрініп тұр енді Ақтөбе облысы жақсы тиянақты дайындалған, аттарында торлаған, бұл жерде енді басшыларында, вахтиярдың еңбегі орасан болып тұр. Енді басқа облысқа оқу-жаттығуға жіберудің өзі де үлкен шешім ғой өзі. Расымен де осы ақтөбеліктердің соңғы жылдағы өнер көрсетулері өңірдегі көкпардың дамуы шынымен де өзге облыстарға үлгі боларлықтай деңгейге жетті. Қазір тағы бір шабуыл, тамаша 9-шы нөмірдегі Дәулет Сейділлә қазір топ бастап келеді. Тамаша мінекей мәреге жақындап қалды және жеке дара келе жатыр. Бұл салым ардақты ағайындар. Әдемі салым болды расымен де. Қайталап көріністен тағы бір көрейік, одан кейін аттардың есімі туралы әңгімемізді ары қарай жалғастырамыз Нұреке. Бұл Дәулет Сейділлә 98 жылы туған шабандоз, өте жас шабандоз, Адидас дейтін тұлпармен салыпты. Жаңаға әңгімемізге қайтадан тұздық болып отыр енді. Бұған не дейсіз? Енді Адидас деген енді ат таппай қоя салған сияқты болып тұр енді. Бұл атқа енді бір басқа қазақша не бір әдемі аттар бар ғой, қойса жарасар еді шіркіне. Аттың түсіне, түріне, бітіміне қарап қоя беруге болады ғой жалпы. Сол жаңағы әңгімемді аяқтай кетейін. Лазерді алған кезде қырғыз ағайындар Юнусбек Бөкенбаев лазердің егесі. Нұрдәулет бір өтінішім бар. Атталып тұрғаннан кейін енді аттан айнып кетпесе екен деп өтінішім бәрін орындауға дайын болып тұрғам ғой. Не өтініш деп мен атын өзгертпеш, лазер болып қалсыншы деді. Жарайды, ол қуанып кеттім, тек өтініш оңай орындайтын. Сөйтіп лазер болып қалды ғой енді. Бірақ дегенмен қалған аттардың бәрін қазанбас болсын, құлагер болсын, қалған аттың бәрі қазақша қойылған. Дәу қарагер. Мысалға оңтүстік Қазақстан облысы да аттың есіміне қатты көңіл бөледі. Өзі де жаңағыдай кезінде Марадона деп танылды. Ақылбай Манкеевтің астына қатты. Соны бірден дауыл көкке өзгертті. Қандай әдемі ат, дауыл көк деген. Марадонадан несі кем дейсіз? Марадонадан енді анау Марадона дегеннен гөрі дауыл көк деген әдемі шықты. Соның Ақылбайдың астына не бір керемет салымдар көрсетіп. Жалпы қазақша қойғанға не жетсін? Оған еліктеп, қазір осы көгілдер экраннан көріп отқан көкпарды көріп, ауылдың балдары тайтолақтарын бәрін осы атпен қояды ғой. Ой, мен атым жаңағы дауыл көкке ұқсайды, мен атым қазанбасқа ұқсайды, мен атым құлагерге ұқсайды. Енді Адидас жаңағыдай Рейбек деп қойып отсақ, енді сәл дұрыс болмай кететін сияқты. Өте дұрыс айтасыз. Сондықтан жалпы қазірден бастап кезінде құрметті телекөрермендер өздеріңізді жақсы білесіздер. Басқа ұлттардың әсіресе орысшаланған аттарды балаларымыздың атын беруді де әдетке айналдырған болатын. Сәнге айналған болатын бір кездері. Бірақ қазір осы соңғы 5-10 жылдың көлемі болды. Қазақша нағыз қазақи аттарды қайтадан балаларымызға қойып жатырмыз. Оның өзі сәнге айналды және өте тамаша. Ертең болашағымыз бүгіннен басталуға тиісті. Сондықтан бұрынғы тайбұрылдарды да, сол бұрынғы дауыл көктерді де қайтарып алуымызға тиісті. Атын өзгертуден басқа оңай шаруа жоқ сияқты ғой көкпарда өзі. Әрине, ол енді аттың іс-қимылына қарап, аттың жаңағыдай әдіс-айласына қарап, неше түрлі аттар бар ғой. Бүркіт те бар, қаршыға да бар, кептер деп қойса да болады. Жаңағыдай көп қой енді аттың іс-қимылына қарап атты қоюға болады. Егер қоймай жатса, хабарласын, әдемілеп қойып береміз. Қай облыс болса да. Арнайы шақырсын, барамыз да қазақша аттан әңгілдеп тұрып қойып береміз. Өте орынды. Жүрісіне қарай, бітіміне қарай, іс-қимылына қарай қоямыз. Енді Ақтөбе облысында да енді біраз сынға алып тастаған сияқтымыз десек те, Мақпал қара, Алтын торы, Найзағай,
Ботагөз, Тайбурул, Карагер деген сияқты аттар да бар. Десек те солардың арасында жаңағы өзге аттар кішкене ерсілеу көрініп тұрған жасырын емес. Мынау Павлодар облысының көкпар командасында ат таңдауда енді көп қателеспеген екен. Хан, Жиренқасқа, Бошан торы, Ақтанау, Айтөре, Қарақасқа, Жұлдызхан Тайырбековтің атына да ат қойылыпты. Айторы деген есімде демеген. Иә. Айторы деп қойса да болады. Айторы, Байторы, Нұртөбел сіздердің аттарыңыз. Міне шынымен де осындай қазақтың жалпы ат қоюдан кенде халық емеспіз ғой. Одан бірінші орында аламыз. Ет жеумен ат қоюдан өз қазақ бірінші орын алатын халық қой. Сондықтан осы үрдіс қайтадан келсе, нұр үстіне нұр болатын еді. Өйткені біздің рухымыздың жаңғыруы, біздің рухымыздың кемелденуі ол әркімнен, яғни өзімізден басталатына даусыз құрметті көрермен. Қазір міне 8-ші нөмірдегі ақтөбелік балуан Шымболат Тұрдыбай басып шықты. Шымболат Тұрдыбайдың тақымындағы Серке мәреге түсер ме екен қабая? Тастаған кезде қақты. Тура мәренің түгінде енді, бірақ ереже бұзу емес қой. Жоқ, ереже бұзу емес, енді ол қорғану керек қой енді. Салдырмауға тұрысы керек. Қорғаушының негізгі миссиясы орындалды дейсіз. Иә, қорғаушылар енді салдырмауға тырысып, Павлодар облысы жекпе-жектен қалай екен. Бұлар негізі Павлодар жекпе-жекке жақсы ат үйрететін. Аттары жаңағы 2-3 ат ортаға мықты аттар бар еді. Қазір енді көрініп, жекпе-жекке де аттары нашар болып тұрған сияқты. Жекпе-жектегі Бошан торы дейтін ат қазір өнер көрсетіп жатқан. Ал ақтөбеліктердің атынан шыққан Самат Әбир алтын торы деп атапты атының атын. Міне қазір тағы да ақтөбелік балуан Самат Әбир қабая басуға мүмкіндік береді, бірақ аттың тізгінін егере алмай қалған сияқты. Бұл жерде аты екпіндеп, оның үстіне өзі мойын жағынан көтерді, оны турлайым дегенше де алаң сыртынан шығып кететін болғандықтан ол алаңға тастап кетіп дұрыс шешім қабылдады. Өйткені басқа артында келе жатқан ойыншылар ізін алып кетеді дейсіз. Бұл жерде енді көрініп тұр, Ақтөбе облысында ілгіш көп екен. Сол себептен бұлар ол жағынан ұтып тұрғаннан кейін сол тастап кетіп, салымды көбірек салуға тырысып отыр. Енді Ақтөбе облысы бүйтіп көп салыммен жеңіске жетіп жатқандары бұрын соңды болмаған қазандық ойында. Қазір міне жерге шабылғаннан кейін үлкен ірі есеппен айқын басылыммен ұтылып жатыр. Қазір 9-0 есебімен ұтып келе жатыр. Аяп жатқан жоқ қарсыластарын. Аяп жатқан жоқ, дұрыс айтасың. Бірінші кезеңде 5 салым салды. Екінші кезеңде 4 салым. Әлі ойынның аяқталуына 5 минутқа жуық уақыт бар. Өзі командалық жүйеде бұл бір салым салынғаннан кейін 2-3 салым салғаннан кейін адам команда өзі ашылып кетеді. Екінші тыныс ашылады. Екінші тыныс ашылып, қайта салым салғысы келіп, болмайтын жерден салып кете береді. Міне қараңыздар, қазір шынымен де болмайтын жер демекші. Мәрен сызығының үстінен өтіп кетті. Тақымға басам деп жүр. Тақымға баспай тастай салуға болатын еді. Міне ашылды және тамаша салым. Расымен де күтпеген жерден доданы қақ жарып өтті де Нұралы Бұздайып тамаша салымға қол жеткізіп отыр Нұралы Бұздайып. Ең алғашқы салымды осы Нұралы Бұздайып бүгін бастаған еді. Ең соңғы минутында міне бәсекенің тағы бір салымға қол жеткізіп отыр. Расымен де керемет салым болды. Міне бұл қазір төрешінің кіші шеңбердегі Серкеге баста дейтін пәрмен берілді. Қазір шабуыл жалғасса, бұл соңғы шабуыл болуы да мүмкін. Өйткені бәсекенің аяқталуына санаулы ғана сәттер қалды. Әсіресе ақтөбеліктер төрешінің ысқырын күтіп жүрген сияқты. Міне 7-ші нөмірдегі Бейбарыс Маратұлы Серкені тақымға басты. Тағы да бір салым салу ақтөбеліктердің ойында бар сияқты. Міне қазір ашықтан ашық және тамаша салым. Есеп 11-0. Ақтөбеліктер расымен де ашылды, құрметті көрермен. Бұл сіздердің алдарыңызда Бейбарыс Маратұлы 1994 жыл туған шабандоз. 9-дық дейтін 7 жасар күрең тұлпармен
тамаша салымға қол жеткізді. Тоғыздық деп міне атын есімін әдемі қойған екен. Иә, расымен. Тоғыздыққа тастайтын ат екен жаны бар. Шіркін-ай, міне ойынның ең соңғы минутында ақтөбеліктер есепті 11-0-ге жеткізіп отыр. Енді Нұреке, өзіңізге студиямызға келіп, осы ойында өзіңіздің пікірлеріңізбен бөліскеніңізге алғысымызды білдіреміз. Құрметті телекөрермендер, бүгін біздің студиямызда қонақта болған Қазақстанның көкпардан еңбегі сіңген жаттықтырушысы, Әулиеата көкпар клубының директоры, көкпардан 9 дүркін еліміздің чемпионы Нұрдәулет Момынов болды. Мінекей, қазір Павлодар облысы мен Ақтөбе облысының арасындағы бәсекенің ең соңғы минуттары да аяқталуға жақын. Төрешінің ысқырығын күтіп отырған жайлары бар. Және уақыттың аяқталғанында жеткізіп жатқан сыңайлы. Жалпы бұл чемпионаттың алғашқы бәсекесін ақтөбеліктер өте ерекше қарқынмен бастады. Осы алған беттерінен қайтпайтын болса, ақтөбеліктер бұрын соңда жетпеген жетістікке жетуі мүмкін деп ойлаймыз. Сонымен төрешінің уақытта аяқталған белгісі көрсетілді. 11-0 есебімен ақтөбеліктер бұл ойынды өте сәтті бастады. Ал келесі ойын қарт Каспийдің жағасынан келген Адайата көкпар командасы мен Алатаудың жағасындағы жігіттердің арасында өрбейтін болады. Әрбір сейсенбі Казспорт телеарнасының эфирінде көкпар бағдарламасын тамашалауға шақырамыз. Чемпионаттың алғашқы ойыны құтты болсын дейміз. Ал студияда болған Әулиеата көкпар клубының директоры Нұрдәулет Момынов және мен Қайырхан Мәулен. Аман сау болыңыздар.